мынандай тренингке мен бірінші мәрте келіп отырып, мен бұл жерден алған отзывтарымды айтып жеткізу өте қиын. Ол өйткені өте маған жеке өміріме, күнделікті адамдармен қарым-қатынасыма бұл маған қатты әсер берді. Бұл тренингті мен командама өткізгім келген себебі, бізде командада алдын токсичный, бірін-бірін айыптау, бірін-бірін кінәлау, бірін-біріне деген дұрыс емес көзқараспен біз бизнесті басқарып келдік. Ал қазіргі таңда біз жауапкершіліктің барлығын команда өзі ала алады мойнына. Яғни позитивті, бірін-бірін көтеріңкі көңіл күймен сондай жауапкершілікті ала алатын жақсы команда құралып жатыр. Ең бастысы қуаныш сол, токсичный ортадан дені сау, ересек командалар құратын, сондай құра алатын, жауапкершілікті мойнына ала алатын мамандар өсіріп жатырмыз. Сол үшін рахмет айтқым келеді. Бұл тренингті мен айтатын едім, жалпы әрбір жанұя өтсе де керемет тамаша өзінің жемісін беретін тренинг. Компаниялар жаңағы ИП-дан, ТО-дан немесе командасында 10 адамнан бастап 500 қызметкері, тіпті 1000 қызметкері барда компаниялар өтсе, өте мықты адамды жігерлендіретін сондай тренинг. Әр адам өзінің бойындағы қателігін түзеу арқылы келесі бір нүктеге, деңгейге көтеріле алады. Сол себепті бұл тренинг адамның өзінің бойындағы қателіктермен жұмыс жасауға беретін көптеген құралдары бар тренинг. Сол үшін мен ойлаймын, әрбір жұмыс жасайтын команда міндетті түрде жасаса, жемісін көреді деп ойлаймын, Құдай қаласа. Осы компанияға келерден алдын мен басқа біріккен кәсіпорында жұмыс жасадым. Сол жерде де біз өте көп тренингтерге апаратын еді бізді кәсібилік маман ретінде дамыту жағынан көп апаратын еді. Бірақ біз мынандай тренингке мен бірінші мәрте келіп отырып, мен бұл жерден алған отзывтарымды айтып жеткізу өте қиын. Ол өйткені өте маған жеке өміріме, күнделікті адамдармен қарым-қатынасыма бұл маған қатты әсер берді. Қатты әсерлендім. Бұл әсер алғанымды қалай айтсам, бір адамдармен мен күнделікті қарым-қатынастың өзін дұрыс жасамай жатқанымды өз-өзімді көрдім осы жерде, осы тренингте. Осы тренингке дейін өте қызба болдым. Ешқашан тек өзімдікін дұрыс деп көп ойлайтын едім, потому что мен тренингтерді оқып келген, мен кәсіби маманмын, менің айтқаным тек қана менің айтқаным дұрыс деп ойлайтын едім. Оказывается, мен жұрттың мнениесін, басқа әріптестердің мнениесін тыңдамайды екенмін и қабылдамайды екенмін. Менде өте менмендік басым болды, өте басым болды. Мен өзімнің айтқаныммен жүргіземін деп ойладым. Досан мырзаның келіп осы кісінің 3 күндік тренингтен алған әсерім өте жоғары. Оны қалай айтсам, мен өзімнің высокомерие өте төмен түсірдім. Оказывается, мен онымен ешқандай жетістікке жетіп жатқан жоқ екенмін. Өйткені менің басқа қырымнан көрген кезде мен дұрыс емес адам екенімді өзім көрдім. И оны мен дәлелдедім осы неде, дұрыс емес екенімді. И дұрыс емес жұрттарға қарым-қатынас, дұрыс емес қарым-қатынас жасап жүргенімді мен осы неде түсіндім, осы тренингте. Мен осы тренингті өзім алдыңғы істеп кеткен үлкен біріккен кәсіпорындарға да айтар едім. Неге десеңіз, ол біріккен кәсіпорын, ол жерде 1200 адам жұмыс жасайды. Ол жерде де осы нәрсе адамның рухани дамуына үлкен әсер ететін еді. Өйткені ол жерде бірін-бірімен связьдің болмауы, адам бірін-бірінен субординация қатты ұстауы, жоғары жақтағылар, төмен жақтағыларды көрмей, и сол бірін-біріне жеткізе алмай, бірінің ішіндегі бір андай түсініспеушілігін бірін-біріне жеткізе алмауы, сондай нәрсеге команданың болмауына әкеледі. Өйткені олар бірін-біріне айта алмайды да, қандай екенін, бірақ сырттан өсек ретінде айтады. Анау анаған айтып жібереді, еще ол әңгіме оған кішкене әңгіме айтса, оған үлкен әңгіме болып барады да, ол уже анау естіген кезде ол айтпаған әңгіме бұзық телефон болып барады, былайша айтқанда. Сол себепті мынаны қолданатын болса, бұл өте үлкен көмек береді деп ойлаймын. Менде былай болды. Өзім психологияны оқысам да, өзімнің болымның не екенін біліп тұрсам да, я не хотела жауапкершілікті мойныма алуға, именно тәкаппарлығымның маған мешать етіп жүргенін біліп тұрсам да, өзіме андай мойындаған жоқпын да, просто эгомды жібермеді ол нәрсені мойындауға. И соответственно, маған тренингта қатты көмектескен нәрсе, ол ұстаздың айтқан сөздері өте қатты толчок болды да. Получается, ол жерде қатты әсер еткен нәрсе, өзіңнің өміріңе авторствоны алу просто жертва болмай деген нәрсе ше. И сол нәрсені түсінгеннен кейін мен қателіктерімнің барлығын просто мойындадым да. И менде кәдімгідей реально андай не болды да, өзгеріс болды. Просто так ұйқымның, даже ұйықтауымның өзі по-другому уже ощущение
болды да. И сол проблеманың арқасында кәдімгідей андай не дейді ғой, и ол телоға әсер ететінін действительно түсіндім да, и менде кәдімгідей жеңілдік болды. И точка сол, мен өзім мойныма жауапкершілікті алғым келген жоқ. Өзім жан жақтан информацияны оқып алып, өзім мен ақылдымын, мен кереметпін деген нәрсені ұстап алғанмын. И сол нәрсе менің өсуіме кері әсер еткенін факт мен білдім, түсіндім да, получается. 3 күннің ішінде мен ойлаймын, менде нереально өзгерістер болды. Просто так мен өз-өзіме жасап алған басқаша бір адамның несін құрып алғам ғой өз-өзіме. Өздігімді таптым десем де болады. То, что менің ішімде қандай адам бар, реально сол адамға қайта оралдым, өзімнің әлсіздігімді мойындадым, қателесіп жүргенімді мойындадым. И миымдағы кашаны басқаларды кінәлап жүрген, соны өзім создавать етіп алғанымды мойындадым да, получается. Мен негізі жертва болғым келмейді деп, бірақ жертва болуды таңдап алғанымды мойындадым 3 күннің ішінде. И, соответственно, сразу рольді, точнее, өзіме алып, өзімнің өмірімдегі проблеманы шешуге сразу мойындадым қателігімді, и жеке адамдармен де сөйлестім, и нақты өзімнің қателігімді түсіндім, что мен өзіме слишком қатты көп алып кеткенімді. Менің ойымша, кез келген командаға өте қатты керек деп ойлаймын. Возможно, кейбір кісілер андай ойлайды да, командный игрокқа эгоның не қатысы бар, жеке отбасылық қарым-қатынастардың деген сияқты өте қатты әсер етеді деп ойлаймын, потому что өзінде проблемасы миы бос емес адам, ол жұмыс туралы да, андай үлкен масштаб туралы да қаншалықты ойланғысы келіп 24 сағат уақытын арнаса да, жүректе отпускание болмаса, и ол конкретно түсінбесе өзінің ошибкасын, онда ол ешқандай рост та болмайды, и, соответственно, командада өсу де болмайды да. И ішіндегі таракандардың барлығы командный жаңағы коммуникацияға әсер етеді, и ол новый идея да ойлап таба алмайды. Қанша мықты креативность болып жатса да, оның андай энергия жағынан ешқандай нәтижесі бермейді деп ойлаймын. Чем обычный инструкцияларды өте бергеннен қарағанда, каждый компанияда мысалы қалай бір-бірімен араласу керек, власть қалай үйрету керек деп, мысалы үлкен компанияларда обучениялар өтеді ғой, чем одан қарағанда именно осы андай не дейді ғой, фундаментті лучше исправить еткен дұрыс деп ойлаймын да, поэтому эффекті наилучше әлде қайда болады деп ойлаймын. Экожампты мен, мне кажется, абсолютно менде барлығы нормально деген компанияның барлығы өту керек деп ойлаймын да, потому что у всех есть проблемы. Мысалға, соответственно, адам жүрегінде тыныш болмағаннан кейін басқа жақтан проблеманы іздеп бастайды. Любой компанияда өсек болады, бір-бірін көре алмайды, қорқыныш болады, мен осы орнымды жоғартып алам ба деген қорқыныш болады. И мысалға, орнымды басқа біреу тартып ала ма деген қорқыныш болады. Сол компаниядағы каждый компания өту керек деп ойлаймын. Даже ростқа өтіп жатқан бізде барлығы жақсы деген компанияның өзі өту керек деп ойлаймын, потому что эффект өте қатты болады. Мысалға, кейбір компаниялар бар ғой, руководитель отдел продажалар бар, чисто мысалға, отдел продажа мотивацияға ғана тойдыруы мүмкін да, ал на самом деле оның түбінде жаңағыдай не дейді ғой, эгосына қатты әсер етпейтін дұрыс емес нәрселер жатуы мүмкін. И, соответственно, мысалға, общепит болсын, үлкен торговый центрлар болсын, барлығы өту керек деп ойлаймын. Потому что осы барлығымызда базовый, одинаковые проблемы ғой. Біз өзімізді мойындамаймыз, басқалардан проблеманы іздейміз, и өзіміздегі кінәні бүкіл әлемнен іздейміз ғой, ал ол барлық компаниядағы барлық адамдарда бар деп ойлаймын. Рухани жан дүниенің тыныштығы болмаған жерде ешқандай үлкен компания, ешқандай бір үлкен корпорацияда өсу болады деген ойға келіспеймін. Ол жерде маманды ауыстыра бергеннен ешқандай өзгеріс болмайды. Лучше бар маманға өзгеріс енгізген әлде қайда дұрыс шешім болатын шығар. Бұл оқуда өкпемен, ренішпен іштей тына білу, неге тынғанмын, неге ашық сөйлеспегенмін деген нәрсені ұқтым. Маған көп көмек жасады. Өзім іштей басқа адамдар туралы ойлауым қателік екенін түсіндім. Олармен ашық түрде, сыпайы түрде сөйлесіп алған жөн екенін түсіндім. Өмірімде, мен екінші рет сабақ өттім ғой, өмірімде екінші сабақта мен сізге айтайын ба, адаммен сөйлесу маған өте оңай қазір. Ашық пікірімді жеткізе аламын, бірақ сыпайы түрде және ашық откровенно айта аламын. Мен осы тренингті үлкен компанияларға совет ететінен, неге? Өйткені өз-өзін таппай жүрген кісілер, мен күштімін, менен басқа ешкім жоқ деген өте қателік екен. Бірге командамен жұмыс жасауды үйретеді бұл тренинг. Бұл тренинг адамдарды сыпайылықты үйретеді, өсу дәрежесінің нүктесін көрсете алады, командалықты, духты көрсете алады. Сіз қандай духты өзіңіз көтеріп жүрсіз, жалғыз өзіңіз көтере алмайтынын көрсете алады. Командамен жұмыс жасауды осы тренингтің қатты үйреніп, и совет етсем.